Қош келіпсіз ақжаулықты аналар, ақыл кенін арқалаған аталар, алдарыңда жауқасындай құлпырған біз алаңсыз балғын шақты ұландар. Армысыз абзал жанды қариялар, жайнасын көңілдердің жасыл бағы. Сіздер үшін ән мен күй, өлең мен би, сіздер үшін мереке шашулары дей отыра, Мағжан Жұмабаев шаңырағының ұйымдастыруымен қарттарым асыл қазынам атты мерекелік концертімізге қош келдіңіздер. Дорогие наши бабушки и дедушки, все те, кого чествуют 1 октября, в Международный день пожилого человека. Поздравляем вас с этим ежегодным событием. Мы искренне уважаем и любим ваше поколение за удивительное трудолюбие и стойкость, с которой вы научились преодолевать любые трудности и невзгоды. Спасибо вам за желание делиться своим огромным жизненным опытом, за вашу заботу, поддержку и любовь. Желаем вам здоровья, долголетия, благополучия, теплоты и внимания близких. Встречайте, с песней «Асыл әже» выступает ученик 12 Си класса Рүстем Темірлан. Асыл әжем, ғасыр әжем аңсаған, сағынышым сары ормандай самсаған, әке болып жүргенімді ұмытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Қолыңдаймын асыр салған албарда, қозыңдаймын ойнақтаған аңғарда, өзің барда қысылмаймын күлуге, жылауға да қысылмаймын сен барда. Мен үшін ата-әже деген сөз нені білдіреді? Мен үшін ата-әже деген сөз тәлім тәрбиенің бастауы, үлгі өнеге көрсетер асыл жандар. Кішкентай кезден бастап ата мен әжемнің қолында өскендіктен, осы адамдар мен үшін ең бірінші ретте үлгі болып табылады. Әжем болса сабырлық пен мейірімділіктің, ал атам еңбекқорлық пен ақкөңілділіктің үлгісі. Мен үшін ата-әже деген сөз ақылшы және жақын адам дегенді білдіреді. Ата мен әжеңді не үшін жақсы көресің? Мен өз ата-әжемді маған берген қамқорлығы, мейірімділігі мен қолдауы үшін жақсы көремін. Бала кезімнен маған қамқор болып, мені мәпелеп өсірген үшін оларды шын жүректен жақсы көремін. Әжетайым, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Жай ғана сіздің бар болғаныңыз үшін, әрдайым көрген білгеніңізді үйретіп, маған ақыл кеңес беретініңіз үшін, әрдайым бізді ойлап, көңіл бөлетініңіз үшін, және де сізге көп рахмет. Қазақстанның өсіп өркендеуіне, еліміздің бейбіт, тыныш өмір кешуіне өз үлестерін қосқан біздің ардақты да аяулы қарттарымыздың арқасы. Міне, енді қарттар күні саналы ғұмырларын отан деп, тынымсыз еңбектермен мемлекетіміздің негізін салуға жол ашқан алдыңғы буын аға апаларымыздың төл мерекесі. Олардың өмір жолдары бүгінгі ұрпаққа табылмас қазына. Дей отыра алдарыңызда 12-ші А сынып оқушысы Ғали Нәбиді 8 аяқ өлеңімен қарсы алыңыздар. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, қибаран шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған. Толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десен өзің біл. Өткірін жүзі, кестенін бізі, өрнегін сендей сала алмас, білгенге маржан, білмеске арзан, нәдандар бақырай ала алмас. Қиналма бекер тіл мен жат, көңілсіз құлақ ой қолақ. Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлкі шүлкерден наданнан,
көп айтса көнді, шорт айтса болды, әдеті надан адамның. Ойда қайрат, ойда көз, болмаған сон айтпас сөз. Ата мен әжеңнің ең асыл деген қандай қасиеттері бар? Әжемнің мейірімділігі, жанашырлығы, қамқорлығы, әрбір баласы мен немерелеріне, шөберелеріне деген сүйіспеншілігі, еңбекқорлығы мен өнерлілігі әрдайым мені тәнті етеді. Менің ойымша, ата-әжелеріміздің ең асыл қасиеті бұл немерелерге деген махаббат пен сүйіспеншілік. Апа, әже, сіздердің қамқорлықтарыңызды, адамгершіліктеріңізді және бізге деген шексіз махаббатыңызды бағалаймын. Ата мен әжеңнен өсиет жиі аласың ба? Менің ата-апам маған балалық шағымнан бастап түрлі кеңестер мен өсиеттер айтады. Олардың арасында мен үшін ең маңыздысы ол өзінің оқуына, жан-жақты дамуына әрқашанда көп назар аудар. Отбасының мақтанышы бол. Осындай ақылды менің бойыма сіңіргені үшін ата-апама мың алғыс. Менің ойымша, ата және әже деген сөздер қазақтың киелі ұғымдары болып есептеледі. Себебі бәріміз білетіндей, Абайдың ұлылығына үлкен септігін тигізген ол Зере әжеміз. Сол себепті мен өз ата-әжелерімнің берген бағасыз ақыл кеңестеріне және өсиеттеріне алғысым шексіз. Әжелерім маған күнде кеңес беріп, болашақта үлкен азамат болып қалыптасуыма үлкен үлес қосады. Сегодня славим седину, усталые, морщинистые руки. А ведь бывало в старину, не знали эти руки скуки. И пусть гуляет осень на дворе, и мир, прилистнув страницу века. Как хорошо, что есть в календарях день пожилого человека. Вашему вниманию в исполнении Рамазановой Дамеш «Ky» ата толғауы. Сіздерге баянды бақыт пен зор денсаулық тілеймін. Ата мен әжеңді көрген кезде жүрегіңде қандай сезімдер пайда болады? Ата-әжені көрген кезде менің жүрегімде жылулық сезімі пайда болады. Мен ата-әжемді көргенде жүрегімде қуаныш пен жылулық сезімі оянады. Ата мен әжемді көрген кезде жүрегімде жылулық, жан тыныштығы және қорғаныш сезімдері пайда болады. Мен әжеңмен бірге сырласуды жақсы көресің бе? Әрине, мен апа мен атамен сырласуды өте қатты ұнатамын. Себебі олар тек қана менің апам мен атам ғана емес, олар менің жан достарым мен жан құрбыларым болып саналады. Менің алдымда қандай да бір қателік туындаса, мен ол кісілерге сенім артып,
олардан ақыл кеңес сұраймын. Сонымен қатар демалыс күндері уақытты қызықты өткізген кезде менің жан ішкі дүниемде тыныштық пен жылылық сезімдері орын алады. Мен апам мен әжеммен бірге сырласуды жақсы көремін. Ұялы телефон арқылы сөйлесуді ұнатсам да, олардың үйіне барған кезде немесе олар қонаға келген кезде оларға өз өмірімдегі бар жаңалықтарымды айтуды немесе олардың әңгімелерін тыңдауды жақсы көремін. Сыр бөлісу адам денсаулығына пайдалы екені барлығына белгілікті. Сондай-ақ мен сырымды сақтайтын, шер мен мұнымды білетін адам, ол менің әжем. Кенді сыйлау, оларға құрмет көрсету ата-бабадан келе жатқан салтымыз. Сіздердің өмірлік тәжірибелеріңіз бен ақыл кеңестеріңіз, тәлім тағылымдарыңыздың біз үшін орны бөлек. Бүгін еңбектеріңіздің зейнетін көріп отырған шақта да сіздер ұрпақтарыңызға игілік пен ізгіліктің, пайым-парасаттың үлгісін танытудан жалыққан емессіздер. Мағжан Жұмабаев шаңырағының жалынды жастарының сіздерге арналған өлең жолдарын қабыл алыңыздар. Қарттарым, жүректерін неткен дархан, көтерген тұрмыс жүгін сенің арқан. Жолынды жүріп өткен қарасам мен, оқитын келешекте бір-бір дастан. Таң атып, күнде шыққан өздерінмен, жалындап, жұлдыз жанған көздерінмен. Тербедің көктем бағын самал болып, өсиет жастарға айтқан сөздерінмен. Қозы терең, кең құлашты шалқардай, ғасырлардан сырлар шертіп айтардай, отырады үй төрінде қомданып, бұрынғының аңқылдаған қарттарай. Кең даланың қоңыр лебі үнінде, дархан елдің даналығы тілінде, тамылжыған табиғаттай табиғи, тозбай келген кешегімен бүгінде. Сәл еңкейген нұр жүзінен альтайып, қуат кетіп, бара жатыр қартайып. Отбасында, бала-шаға қасында, 70-тер мен 80-дер жүр қалқайып. Көңіл жетім болмаған сынсынары, жас баладай жаутаңдаған жанарай, қайта-қайта қарағың кеп тұрады, қағыс естіп, қалбақтайды баладай. Сізде барда артады берекеміз, жақсылық пен қашанда тез өсеміз. Керегеніз кеннен қанат жайып, тарқамасын әрдайым мерекеңіз. Мерекеңіз құтты болсын асыл жандар, келеріне білген арқашан биік заңғар, күш қуат, асыл сана дірек болып, сіздер үшін ата берсін талай бақытты таңдар. Ата мен әжеңмен бірге қалай уақыт өткізуді қалайсың? Сәлеметсіздер ме? Менің ойымша, әрбір немере өз ата-әжелерінің естеліктерімен бастан кешкен қызықты оқиғаларын тыңдағанды жақсы көреді. Мерекелеріңіз құтты болсын. Мен ата-әжеммен кешкі қалада серуендеп, олардың жас кезіндегі хикаяларын тыңдағым келеді. Ата-әжелеріммен бірге отырып, олардың жастық шағында жасалған фотосуреттерді көргім келеді. Атаң мен әжең саған қаншалықты жиі қолдау көрсетеді? Ата, маған әрқашанда қолдау білдіретініңіз үшін сізге көп рахмет. Менің атам мені әрқашанда қолдайды және де шабыттандырады. Сол үшін алғысымды білдіргім келеді. Тілейтінім зор денсаулық, ашық аспан, ұзақ өмір және де мол бақыт. Мен алғыс білдіргім келеді. Олар менің жастайымнан бойыма ақыл мен өсиет сіңіріп, әрдайым тәтті бәліштермен қолдау көрсетіп жүреді. Желаем вам самого главного – здоровья, радостного сияния глаз, не терять молодости души и мечтаний, делиться со следующими поколениями мудростью и опытом. А жизнь пусть будет полна приятных минут. Встречайте учениц 12 С-класса Казбекову Аяжан и Жамбулову Жубек с песней «Сүйемін». Көздегенің соп-сары көз, тасбих санап бүгіліп, жерге қарап үніліп,
күчәуір күрсінер. Менің бір қарданам бар, неге екенін білмеймін. Сол анамды сүйемін, сүйемін. Менің бір қарданам бар, неге екенін білмеймін. Сол анамды сүйемін, сүйемін. Сағымы сайран құрады, боран олып тұрады, қысақ кебін жасары. Орманы жоқ, шуы жоқ, тауы да жоқ, суы жоқ, мәңгілік сахрасы. Сарыарқа деген жерім бар, неге екенін білмеймін. Сол арқамды сүйемін, сүйемін. Сарыарқа деген жерім бар, неге екенін білмеймін. Сол арқамды сүйемін, сүйемін. Ата мен әжеңмен байланысты қандай қуанышты сәттер есіңде бар? Ата мен әжеме қатысты естеліктерім өте көп. Алайда ең сүйіктісін және ең қызықтысын таңдасам, мен үшін ол әр кеш сайын ата мен әжемен бірге корей немесе түрік драмаларын қарау болды. Ата мен әжеммен бірге өткізген бақытты сәттер өте көп. Бірақ менің есімде мәңгі қаларлық сәттердің бірі ол балалық шағымда әжемнің маған ертегі оқығаны және атамның менімен бірге әзілдесіп, мені әрқашан қорқақ дей беретін әзілі мәңгі есімде болып қала береді. Осы күнде ата мен әжеңе не тілегің келеді? Құрметті ата-әжелерім, сізді қарттар күнімен құттықтаймыз. Сізге денсаулық, мол ашық аспан, бақыт пен қамқорлыққа толы ұзақ жылдарды тілейміз. Жасыңызға қарамай сіздің жаныңыз әрқашанда жас әрі жігер болғанын қалаймыз. Мен атама дүниедегі барлық жақсылықты тілеймін. Ата, жүзіңнен ешқашанда күлкі кетпесін. Ақылды кеңестер үшін, шаңырағымыздың берекесін кіргізгеніңіз үшін рахмет. Мен қарттарым асылғазынам атты видео құттықтау өз мәресіне келіп жетті. Қадірлі де қымбатты ата-әжелер, келіп жеткен төл мерекелеріңізбен тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Бақытты арайлап атқан таңдарыңыз көп болғай.